Сәлем оқырман. Диананың жан айқайы әлі де шығуда. Екеуі хамамен ерлі зайыпты. Бірақ күйеуі басқа қыздарға барып жүреді. Ал Диана үйде жүктіліктің соңғайында отыр. Бұл қаншалықты әділетсіз. Әйел үйде бәріне шыдап, жүрегінде бала көтеріп, сеніммен отырады, ал күйеуі сыртта жүр. Бұл махаббат па? Бұл отбасылық жауапкершілік пе? Диана болса өз ішіндегі әлі де сыртқа шығаруда не деп жазды көрейік. Білесің бе, кейде маған неге ренжи бересің? Неге жылауықсың? Деп айтып жатады. Бірақ ешкім менің не үшін ренжитінімді түсінгісі келмейді. Егер сен жақсы көретін адамың әрқашан қайда, кіммен жүргенін, қандай қыздармен қыдырып жүргенін ашық айтып тұрса, тіпті кейде жатқанына дейін жеткізсе, бұл қалай ауыр тимесін? Қанша шыдауға болады? Оның үстіне менің көңілім онсыз да бос. Мен эмоциямды ішке жия алмаймын, бірден шығарып тастайтын адаммын. Мүмкін осынысы үшін әлсіз көрінетін шығармын. Бірақ бұл менің табиғатым. Біз бір-бірімізге өте ауыр сөздер айттық. Ол маған көтере алмайтындай сөздер айтты, мен де үндемей қала алмадым. Сол сәттен бастап жүрегім суып кетті. Қанша жақсы көрген адам болса да, сеніммен сыйластық кетсе, махаббаттың өзі де өшеді екен. Мен ешкімге жабысып қалмаймын. Кетем десе жол ашық. Есікті жауып ұстаған емеспін. Өмірімде ешкімді күштеп ұстап көрген емеспін. Бұрын кезінде бәлкім өліп өшіп жүрген шығармын. Бірақ қазір жоқ. Қазір мен басқа адаммын. Көзім ашылды дейді Диана. Ол, Диана, қарапайым ғана әйел. Бірақ оның жүрегінде қаншама дауыл, қаншама сезімдер арпалысы барын ешкім білмейді. Сырт көзге сабырлы, мейірімді, өз ісіне берілген жан сияқты көрінеді. Бірақ ішкі әлемінде не болып жатқанын тек өзі ғана сезеді. Диана өмірінің ең бақытты кезеңінде, ана болуға дайындалып жүргенде, күйеуінің сатқындығына тап болды. Ол сенген, арқа сүйеген адамының басқа әйелдермен байланысын біліп, жүрегі жараланды. Бұл оның жан дүниесін күйреткен ауыр соққы болды. Бірақ Диана әлсіздік танытпады. Ол өзіне деген сенімін жоғалтпады. Керісінше, бұл жағдай оны мықты етті. Ол өз өмірінің тізгінін өз қолына алып, баласы үшін, болашағы үшін күресуді шешті. Диананың бұл шешімі оның ішкі күшінің, рухының көрінісі. Ол өз қадірін түсірмей, өз жолын таңдады. Бұл, кез келген әйелдің қолынан келе бермейтін ерлік.